Бәріне сәлем достар, сіздермен мен Кевин. Бүгіннен бастап мен өзім видеоларымды қазақша снимать ететін боламын. Өйткені мен қазақпын. Сосын достар, Бека KZ деген каналға тіркеліп кетсеңіздер жақсы болатын еді. Ол менің досым негізінде. Енді қазір біз атакаға шығып 4 атака жасаймыз. Екеуі бірге бір болады, екеуі 2-2 болады. Сол үшін сіздер де маған подписаться етіп кетіңіздер. Маған өте приятно болады. Менде уже 5 подписчик. Қазір біз уже төбелеске шықтық. Давайте Валькирияны мында жіберейік. Жоқ, ол болмайды. Анау инфернанышы қазір армиясы келеді, мен нетіп жіберейік. Уничтожить етіп жіберейік. Ой, ештеңе жібермесе, если. Ой, конечно, видеоны жібереді. Бесит уже мару. Разряд жіберейік мында ашейін. Вау, қанша мата алынды. Давай, Валька, выручай. Мен орысша уже айтып кеткен бәрін. Үйреніп кеткен уже тілім орысша. Негізінде мен қазақпын. Мен нем қойды? Армиясы келеді, мешат етеді бар осы. Нерв тастатып адам. Мұнда тұрса. Негізінде охотник бар осы. Жаман урон бар ғой. Мынандай тактика негізінде жақсы қараңыздар достар. Если мына жерде осы, мына принц тұр ғой, сол жерде отвлекление болса противникта, онда сіз мына жерден принц жіберіп, спокойно бір вышкасын алып кетуге болады. Мына жерден принц жіберейік сразу. Бүйтіп охотникмен принцті, ол қазанда армиясы келеді жібереді. Ода эликсир жоқ. Сол үшін біз одан мұнда негізі армиясы келеді жіберейін десен, анда голем бар да, ол жарылады, содан кетіп қалады да, бәрі. Армиясы келеді. Қазір ол қалып кетеді ғой, тоже біздікін. Бірақ біз плюстамыз в любом случае. Давай. Валькира негізі жақсы карта осы. Пекканы жіберейік артынан. Негізі Пекка өте күшті. Ұнайды. Сосын достар, егер де мен лего сондайларды тауып жатсам, сіздерге обязательно көрсетем. Оған переживать етпеңіздер, если что. Ух ты, біз почти ана вышканы да уже алдық. И это плюс. Так, мына жерге жіберейік. Қазір по-любому внезапная смерть болады. Қазір мына жерден принц жібере салайын. Давай, тащи. Негізінде қараңыздаршы достар. Қазір армиясы келеді. Тинк. Бір варварлардың надоел бар ғой. Давай, 2 дракончик, принц уже нетіп қалды. Өліп қалды, давай. Ё-моё. Мен уже ойлап қалдым, внезапная смерть өтіп кетті ма деп. Негізінде өте қатты противник екен. Енді қазір 1-2 шығайық. Өте қызық болады деп ойлаймын. Достар, егер де менің осы қазақша снимать еткен видеоларым ұнаса, подписаться етіп, лайк басып сөйтіп кетесіздер ғой. Менде уже 5 подписчик. Мында Пекканы жіберейік. Ана мини Пеккасын жіберді. Ух ты, не істеп жатыр анау. Қойсай болды. Что творит-то, қойсай? Негізі менің ютубе блогер достарым көп, негізі. Былай айтса. Аналар жіберді. Охотник жіберу керек. Сплэш урон етеді ол. Давай, охотник. Пекка бізде защитаның ролында болады. Типа защитник ғой. Онда ведьманы жіберейік. Давай, қазір дракончик көреді. Анда армия. Қазір мына жерге армиясы келеді дайындаймыз ғой по-любому.
Мәссаған. Так, там принц сам справится или нет. Жоқ, негізі видиманың өте көп пайдасы бар. Қараңыз, жалғыз өзі бір вышканы уже құртайын деді. Енді мынаны дефать етсе мушкетермен. Молодец. Енді май жетті. Мында зап, давай. Болды. Так, пекканы жібереміз мында. Қазір ана минус вышка. Вот, давай, армия скелетов. Жынысыманы вообще ойнай білмейтін бір бәле ғой. Ана вышкада минус болады, кәз. Қараңыздар. Чпонькс болды. Вообще, ребят, какая-то... вообще, нелер ғой. Нуптар ғой. Өткен бізде 2 вышка бар, ода вообще. По-моему, ана жалғыз ойнап отыр ғой деймін, өткен ода эликсир жоқ. Ана противник, досы пакет етеді. Жоқ, споймын. Бар екен все равно эликсир. Мында разряд жіберейік. Болды, бәрін бір удардан ұра береді. Қаншама армия скелетов бізде анда. Ё-моё, не істепсің? Ё-моё. 2 минус па не уже? Достар, оларды вообще шахтер 9-шы уровень ойлаңыздаршы. Бізде шахтерда жоқ. Еще олар 5-ші, 7-ші, ал біз 5-шіміз ойлаңыздаршы. Нечестно олай вообще. Оларда хп'лар көп. Жизньдаршы. Сосын достар, мен Clash of Clans'тан видео снимать ететін шығармын бүгін. Білмеймін бірақ. Так, мында Валькирия, давай. Да, Султура, неге, как раз шахтерда там. Мында ведьманы жібере салайық. Қараш, 3 удардан охотник Вальканы жыртып тастайды ойлаңыздаршы. Вообще ғой. Біз қазір анда принц жіберейік. Жоқ, бірақ. Мына жерде не өт түсініксіз вообще ешнеге. Зап, разряд, давай, молодец. Пекка, тез бош. Бізде, по-моему, внезапно спирт өтіп кетті ғой, по-моему, өтіп кетті. Қазір бізге жаман болады. Өткен анда скелет бар. Давай. Армия скелет. Блин, шахтер алып кетсе, жоқ, это біз ұтамыз нам по-любому. Қараңыз, саған. Біз ұттық. Уже қаншаншы 2-ші победа подряд. Сол үшін лайк, репост деп қойса деп. Репост деген даже не екен де білмеймін. Сосын Америзганы не істеп тұрғаналар? Жайды, давайте енді бірге шығайық. Мен айтқандай. Потом 2-2 шығамыз да, осымен ролик бітеді. Так, болды. Қазір мына жерде принц жіберетін шығамыз, потом анда разрядтайын тұр уже, если армия скелет, блин. Не то жіберіп қойын. Ой, нервім ұстап тұр. Кешіңіздер, даусын просто тамам ауырып қалып. Так. Сіздер бәріңіз білетін шығарсыздар, Бека KZ деген каналда. Вот 20 подписчик. Просто мен досымды сол айтып қойған ғой, жай не ете салшы деп. Если білсеңіздер, кіріп кішкене видеоларын көріп, оценить етіп, подписаться етіп кетсеңдер жақсы болушы еді. Так, енді біз мына жерде ұтылып жатырмыз, пока что жизньдарына қарасақ. Мында разряд болады. Мәсәл. Біз мында крисақ, давай. Біз мында принц жібереміз, тез. Принц пошел. Блин, армия скелетов. Тычку сделал все равно. Андай жүгіріп нетеді ғой, сөзі. Сондай нетті да просто.
ана жерден пекканы жібереміз. Так, пекка идет. Ана видимасын жіберді өзінің. Біз де видима жібереміз в ответ. Сосын достар, сендер комментария жазып кетіңдер. Қандай ойында, мысалы баскетбол ма, футбол ма, сондай қандайларын жақсы көресіздер. Мысалы мен футболды вообще жақсы көремін, жақсы көремін. Мен футболды өте қатты жақсы көремін. Қайталаймын. Футбол это моя жизнь дейді ғой. Сол сияқты менің де өмірім. Футбол сұрамай, негізінде өткенде мен аяғым ауырып қалған. Содан футбол ойнама деген ғой бір ай. Қалай ойнамайсың? Мында пекканы жібереміз. Мында пока что біз ұтып жатырмыз. Енді қарасаңшы, аналардың хп'ларына қазір мында принцті жібере саламыз. Мында просто неден жібереміз. Газ, стоп. Отыр мында. Мына. Қазір мен паузаға қоя тұрайын. Міне достар, бізде қазір внезапная смерть болды, только что. Енді пока что біз ұтып баратырық. 47 минуттың ішінде, секундтың ішінде не істей аламын дейсіздер? Білмеймін вообще. Мында принц жібереміз. Тез. Блин, разряд, давай. Ана скелеттар нет. Блин. Вот бар ғой, нерв стать бар ғой, адам нервін стат. Ана вышкасында 575-ақ хп қалды ғой, азақ. Еще огненный шарын жібереді өзін сасық, блин. Давай, пекка за Криси. Крисаға пекка, давай, кет. Ананың ішінде, ана секундтың ішінде уничтожь. Варвар. Блин, болмай қалды, Болды, онда бұл ничья болады. Негізі менде ракета болса, мен ракетаны анда жіберіп, ана несін нетсау керек еді, вышкасын. Құртсау керек еді. Енді қазір біз 2 шығамыз. Достар, сосын неше түрлі турнирлар болып жатса, мен снимать етуге постараюсь, тырысам. Андай турнирлар бар ғой, мысалы спиви байрам карт, сондайлар. Кім Clash Royale мен Clash of Clans біледі, солар комментарияға жазып сөйтіп кетесіздер ғой. Енді қазір бізде шар, ол да шар жіберді, бізде видимо жібереміз. Давай. Сосын достар, мен сұрайын дегенім, анау, мысалы, бағана шардың бомбасы жарылады ғой, сол, мысалы, қараңыз қазір мега миньонға урон нетеді ма? Үсті, короче, түсіндірамайсың. Оларда легендарный карталар бар, бізде жоқ қой, жоқ, бізде бар. Бізде видимо бар екен ғой. Мен даже ойламаппын. Қазірмді армия скелетиков кетеді. Кетпей ма? Қаншама урон уже ма не? Еще айта кетерім, ана мини-пекка жесткий ғой, қаншама урон алады. Вообще ғой. Отличная игра. Сосын, достар, мен андай эмодзиларға уже копить етіп жатырмын. Негізінде турнирлар болады ғой, сол турнирларға 10 кристалл, мысалы, нетеді ғой, соларға копить етем.